Баршаңызға сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте нәзік, дәмді болып шығатын әрі жұмсақ пирог дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте жылдам әрі тез, менімен бірге болыңыздар. Ыдысымызға жұмыртқамызды салып, оған қантымызды қосып, миксердің көмегімен жақсылап толықтай 5 минуттай көлемінде араластырамыз. Бізде масса үлпілдек әрі нәзік болып көтерілуі тиіс. Міне 5 минуттан кейін соң массамыз осылай болып шығады. Бөлек ыдысқа ұнымызды салып, оған қопсытқышымызды қосып араластырып, осылай массаға шетінен біртіндеп қосатын боламыз. Достар, менің каналымның әрі қарай дамуына өз үлестеріңізді қосу үшін төмендегі подписаться батырмасын басып тіркеліп кетіңіздер. Келесі біз ванилинімізді қосып, бөлек ыдысқа сүт пен сары майымызды біріктіріп, осылай астын жай отқа қойып, араластырып ысытып аламыз. Дайын болған ыстық сүтті осылай қамырымызға біртіндеп қоса отырып, сұйық массаны араластырып шығаратын боламыз. Және оған тағамдық бояғышты қосып, түсін өзгертсеңіздер болады, ол бірақ міндетті емес. Пирогымызды пісіретін форманы сұйық майдың көмегімен жұқалап етіп жағып шығамыз. Сұйық майдың орнына пергаментті қойып, осылай массаны үстінен құйсаңыздар болады. Және 180 градуста 35 минут толықтай пісіреміз. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Енді бетіне қант ұнтағы және кокос ұнтағын қосып әрлейтін боламыз. Кокос ұнтағын қалауларыңызға қарай қоспасаңыздар да болады. Бұл рецепт өзіме және отбасыма өте қатты ұнады. Осы рецептпен жасауға кеңес беремін.